Біздің оқырмандар арасында кітапқа қатысты посттар ыстық күнде салқын Кока-Кола сияқты қатты сұранысқа екенін байқаймыз. Сол үшін бүгінгі видеода қазақстандық кәсіпкер жазған кітаптар туралы сөз қозғаймыз. Бұл үшін инвест лайк басып, коммент жазуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Екінші болма Қуаныш Шонбай. Руми ресторандар желісін ашқан Қуаныш Шонбай бұл кітапта жас кәсіпкерлерге баға жетпес кеңестер береді. Банкрот болып, сосын қалай қайта аяққа тұрғанын, қиындықтарды қалай жеңгенін, қателіктерін қалай түзегенін айтады. 19 жасында алғашқы миллионын тапқан кәсіпкердің ақыл кеңестері кез келген жанға пайдасын тигізері хақ. Кішігірім компаниядағы менеджермен бастап мектеп мұғалімі, алпауыт компанияның атқарушы директоры да бұл еңбектен өзіне қажет дүние таба алады. Берекелі бизнестің сыры Арман Әлменбет меломанда сатып алыңыз. Қазақстанның тәуелсіздігімен бірге кәсібін бастаған Ерлан Әшімнің өмір баяны, оның құрған екі компаниясы, нәтижемен 220 вольттың тарихы кітапқа арқау болған. 90-шы жылдардағы қиын кезең, заманның өзгеруі, бизнестегі сауаттылық, батыстық білім мен қазақы құндылықтардың тоғысуы сөз болады. Қол астында мыңға жуық адам жұмыс істейді. Тауарлары республикамыздың жартысына тарап жатқан кәсіпкердің өмірі мен түйгендері. Пікірлері жас талаптанушыларды ғана емес, тәжірибелі кәсіпкерлер мен мамандарды да бейжай қалдырмайды. Бизнесті теоретиктерден емес, шынайы тәжірибе арқылы үйренгісі келетіндер үшін бұл кітап өте пайдалы болады. Кітап көпшілік оқырманға арналған. Күнкөрістен кет, байлыққа жет. Бақытжан Бұқарбай. Джимарттан сатып алыңыз. Қазақ тілінде шыққан Forbes-тың алғашқы бас редакторы, публицист Бақытжан Бұқарбайдың бұл кітабында отандық 13 бизнесменнің жетістікке жету жолы суреттелген. Кітапта кәсіпкерлерден сұхбат немесе Википедиядағы өмірбаяны келтірілмеген. Мұнда түрлі жағдайларға байланысты шынайы шешімдер мен нақты кеңестер көрсетілген. Танымал кәсіпкерлерден күнде барып лекция тыңдап, қызыққан мәселеңізді сұрап алуға мүмкіндік бола бермейді. Ал Бақытжан Бұқарбайдың осы кітабында қазақстандық танымал кәсіпкерлер өз тәжірибесін артығымен бөлісіп, бар ақылын бір кітапқа жинаған деуге болады. Достар, біздің алдыңғы видеоларда сүйікті кітабыңызды атаңыз деген конкурс ұйымдастырған едік. Бізге көптеген комменттер жазылды. Қатысқандарыңыз үшін көп рахмет. Жеңімпаз рандомайзер арқылы таңдалды. Сәлем достар, біз өткен YouTube арнамызда жасаған конкурсымыз нәтижесін анықтайын деп отырмыз. Ол үшін біз конкурсқа қатысқан 27 адамның тізімін жасап алдық. Енді осы тізім арқылы біз рандомайзердің көмегімен қазір жеңімпазды анықтаймыз. 27 сан тұр мұнда, барлығы жасалды. Мұнда маған өзіме ұнайтын YouTube gift рандомайзер арқылы ашамыз. Мұнда қазір 27 санын жазамыз. 27 сан жазылды. Және бастаймыз. 20-шы сандағы кісі кім екен? Анықтаймыз. Мұнда 20-шы номерде Аружан Смайл деген біздің жеңімпазымыз анықталды. Ол кісі Шен Цуньянның шалғайдағы шаһар атты кітабын жазған екен. Құрметті Аружан Смайл ханым, сізді жеңімпаз болуыңызбен құттықтаймыз. Және бізге хабарласыңыз, сізге уәде еткен сыйлығымызды береміз. Көп-көп рахмет қатысқандарыңыз үшін. Алдағы уақытта тағы да осындай конкурстар ұйымдастырылады. Біздің жеңімпазымыз Аружан Смайл есімді жазылушымыз атанды. Сізге уәде етілгендей сыйлықты алу үшін осы видеоның астында орналасқан WhatsApp нөміріне хабарласыңыз. Достар, осымен бүгінгі видео тәмам. Лайк басыңыз, коммент жазыңыз, видеоны достарыңызға таратыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыз.